Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін хан пловтың қалай жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ыдысымызға сұйық майды құямыз, қатты қызған кезде етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз жақсы қуырылып болды. Үстінен 3 түйір чесногымызды және де жуамызды салып, жақсылап тағы да қуырып аламыз. Жуамыз қуырылып болды. Енді морковымызды салып, тұзымызды салып, жақсылап тағы да қуырып аламыз. Сәбізіміз толық қуырылып болды. Үстінен суды құямын және де зира салып, баяу отта етіміз толық піскенше қайнататын боламын. Етім толығымен қайнап бітті. Енді үстіне күрішімізді саламыз және де куркума салам. Куркума ол пловтың түсін сары етеді. Күрішімнің суы тартылғанша баяу отта бетін жауып қоятын боламын. Алдын ала менде теста жайылған. Қазанымыздың ішін майлап, ішіне тестаны салатын боламын. Тестасы өте жұқа да болмау керек, өте қалың да болмау керек. Орташа көлемде болу керек. Тестасына керекті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Дайын болған күрішімізді видеодағыдай ақырындап салатын боламыз. Күрішіміз толығымен салынып бітті. Үстінен 3 түйір чеснок саламын және ыстық су құямын. 100 грамм ыстық су құямын. Алдын ала қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай тестасын жауып, үстінен сұйық маймен майлаңыздар. Міне хан пловымыз дайын. Дайын болғанда осылай кесіп аласыздар. Егер жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.